Сізбен бірге мен Исма братан, бүгін біз осы арттағы үйде істейтін боламыз. Бізге бар болғаны осы неше зат мынау? 5-9 зат керек болады. Осындай әдемі және уютный кішкентай үй салынатын болады. Міне кішкене обзорға жасап кетейік. Іші осындай ғана болды, әдемі терезелері бар. Ал енді постройкасына кірсеміз. Мына беті 8 блок. Мынаяқтан соғатын боламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мына беті енді 10 блок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 екен. 8-де 12 12-де 8 қылып тұрғызатын болсақ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Міне. Кейін астын бәрін мынандай полмен жауып жазсыздар. Оны кейін істейтін боламыз. Мынандай карцевый блок дейді. Сонымен 4 неге көтерілеміз. 4 неге көтерілеміз. Значит, бүлініп қапты. 4 неге көтерілген соң аяқтан тағы істейміз. 4-те 4. Мына бетіне де 4. Мына бетіне де 4. Міне 4-те 4 істедік. Енді бұны істегеннен кейін мен бүйтіп ішін толтырып шығамыз. Голубой бетон дейді. Осы голубой бетонмен осының ішін толтырып шығатын боламыз. Міне мынау терезе. Бірінші терезе мына 2 терезе болады. Мына жақта 3 блоктан терезе болады. Міне терезе үйге көп жарық түсіреді, сондықтан да үй әдемірек көрінетін болады. Терезе көп болса, үй одан да әдемі болады. Егер терезе кішкентай болатын болса, үйдің ішіне кіргенде адам еңсесі басылып қалады, және де сырттан қарағанда әдемі быт болып кетеді сырты. Сондықтан бұл дизайнның ең алғашқы правиласы деймін, ережесі. Терезе үлкен, лажы болса көп қылмау керек, үлкен болу керек бірақ. Туалет, ванна ғана кішкентай терезе істейді, ал қалғанына терезе үлкен болады. Мен дұрыс демедім ғой, осындай екен. Әні терезелерін қойып жатырмыз қазір. Өте шағын ғана үй ғой. Осындай соқпыт дейміз ғой. 3000 топтық уже шағын ғана үйді. Кіріспесі кетті, одан анау кетті, мынау кетті. Біздің қазақтар үй соқса өзбектер шақырады ғой. Сықай қазақтар ғана естейді. Өздері соғатын болады. Біз қазір полын салып жатырмыз. Негізі полын салмай ең бірінші крышасын бәрін бітіретін еді. Бірақ біздің қазақтар бәрібір ғой. Ой шіркін дейсің, аяққа 5 екен негізі. Қателесіппін. 5. Бүйтіп қойып қоямыз. Осылай қойып шығамыз. Шақ бабақ. Сөйтіп қойып шығамыз да. Мына кезде бетеміз. Ой. Өте кішкентай үй. Үлкенге де ұмайды. Алта талай үйлер соғатын боламыз. Сол үйлерге де обзор жасап, или бір кезде обзор, бір кезде видеосын жасап көрсететін болам. Міне соғып бастадық. Соғамыз. Видео ұнап жатса арнаға тіркеп лайк басып кетіңдер. Обязательно тіркеліңдер арнаға. Өткен мен арнамда 30 ақпа, 32 ақпа жазылушы бар. Кейін просмотрдың қаралымдардың өзі бір жарым мыңға жоқ қаралымдары.
Мен толықтай қазақша контентті қолдаймын. Егер қазақ тілді арнаның дамығанын қолдасаңыздар, сіздерде национализм дейді, ұлтшылдықты, онда маған тіркеліңіздер. Менің арнамда тек Майнкрафт емес, басқа да қызықты факт видеолар шығатын болады. Домбыра яғни. Оның бәрі енді қызық үшін емес, жарнама ғой типі. Жарнама үшін айтып отырмын. Арнаға тіркеліп қарап отырыңыздар. Мен бір шетін дұрыс демедім ғой негізі. 4-3 бәсе дұрыс демеппін я. Мына жеті мен 1 2 3 4 5 6 7 8 мен 9 істеу керек екен. Мен қателесіппін. Енді істей берейік. Қазір қандай болады екен көрейік та. Бір қателіктің де бір шығатын жері болар. Осы 9 азақпен осы үйді істейсін. Үріп кетті онан бәрі. Осына шет істеу қиын болады негізі. Любой Майнкрафттың несінде. Егер мен үйім істеген үйім ұнаса, 1-ден 9-ға дейін комментте бағалап кетіңіздер. Бұл мен үшін өте маңызды. Сондықтан ағайын қолдап кетейік арнамды. Бұл енді менің 3 айдағы ең бірінші видеом ғой. Қанша дегенмен көп болды видео түсірмегелі. Біраз уақыттар өтті. Айлар, жылдар емес, енді айлар өтті. Көп айлар өтті бірақ. Кәдімгідей. Сол көп айлардың бір нәтижесі ретінде мен түсіре бастадым енді. Бүгін бастайын деп Майнкрафт осы бүгін тартып алдым. Кейін ақыры YouTube'да жолымды ағары жалғастырайын дедім да. Бастадым сосын ақыры. Ау керек енді бізге. Негізі мынандай көбісі ағаш үйлерге жарасады да сөйтіп істеген. Бір анау кирпичный крышаға жараса ма екен бұл? Ал міне істеліп біттік, енді ішін істейтін боламыз. Ескін қойық. Істеліп тұр ғой негізі бірақ. Жаба салайық төбесін бір. Үйсек жаба салайық. Кейін ақыр соны аяқтан бетеміз да десеміз не аяқты бүйтіп қойып қоямыз. Мені үйіміз дайын. Арна ұнаса арнаға тіркеліп лайк басып, қазақ тілді арнаның дамуына бір үлесімді қос. Мені үйіміз дайын. Қош сау болыңдар. Енді бірінші видеом онша қызық емес шығар. Ары қарай более качественный, сондай қызықтырақ қылып істеймін. Сау болыңыздар. Сіздермен бірге мен Исма братан. Аман сау. Келесі видеода кездескенше.